Жақсылық пен жаңалықтың жаршысы, молшылық пен берекенің нышаны болған ұлыстың ұлы күні Наурызды КСРО-ға мойындатқан екі адам бар. Оның бірі Тұрар Рысқұлов. 1920 жылы Түркістан Республикасы орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланған Рысқұлов билікке келе сала Мәскеумен келіспестен Наурызды мемлекеттік мереке етіп белгіледі. Орталық Азияда алғаш рет ресми тойланған мереке 1926 жылға дейін тойланып, ғұмыры 6 жылдан кейін аяқталып, Кеңес одағында бұл мерекеге қатаң тыйым салынды. 1988 жылға дейін Орта Азияда Наурыз тойлайық деп айтуға ешбір адамның саяси жігері жетпеді. Тек Өзбекәлі Жәнібек мәдениет министрі болып келген жылдары Наурыз мерекесі Алматы қаласында дүркіреп тойлана бастады. Наурыздың ерте оралуына 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы тікелей әсер етті. Ал бұл кезде Колбин ұсынысты қабылдамасқа амалы жоқ еді. Пікір білдіріп, ұлысқа жазылыңыз.